Bizimle kaldı. O ölümün zabıttayken. Sonra erkesine kız. Erkesi kızını zabıt ölümün kıyıkını ısınadı. Alakay, gelin istersen. Sizin elbette size aşık yüzünde. O tip aşıktan özür cennet tuttuğuydu. Kız erkesine girip kız rasını alıp Әке, осы істің ішінде апам барлығын біледі. Ол әдемі, кейбір көбінесе маған жақсы сұрақтың жауаптарын көмектеседі. Бір нәрсе енді болып қалса, мен ата-анама айтпай, көбінесе апама айтатын. Апам мені түсініп, маған көмектесетін. Апаң жасы нешеде? 15-те, 16. Яғни саған жақсы түсінетін болып тұр ғой, жас ерекшелігіне қарай сені жақсы түсінеді, өте жақсы. Әмди шашынан қырау түсе бастаған кезде сақалды бір қарияға кезікті. Қария жолаушыны күтіп сый көрсетті, не шаруамен жүргенін сұрады. Әмди бақыт құсын іздеп шыққанын айтты. Қап деп өкінді қария. Бақыт құсын қолынан ұшырып алыпсың-ау. Жоқ деп иландырды әмди. Мен бақыт құсын кезіктіре алмай жүрмін. Жолықтырдың, бірақ танымадым. Қашан қалай байқамай қалдым. Сен оны байқайды, бағалайды алмадым. Бақыт құсы саған жас кезінде. Бәрі деп айтпедіңіз ғой, ішінде тек қана ұшық, өрмек және кітап тұрды ғой. Оның не пайдасы бар маған? Дәл оқса. Ұшық болса, жүрегің жанады. Алыстап болса, ашықтақты осылай, өзінің артады. Дүниедегі өте осыдан басқа күші зат жоқ. Жақсы мәтіні, бұл да таныс мәтін, бұл құбын әдебиеті. Жақсылардың жақсы мәтінін қазір сіздер жұмыстарда бізге сахналай қойыңдар. Ең соң сүйеді. Енді арқа мін аламыз. Жетістікке жету үшін жетістік адамның еңбегінің бір бөлігі. Жетістікке жету үшін көп тағылым, көп білу керек. Жетістікке жету үшін бір бөлігі ол білім мен еңбек. Денсаулығың болудың өзі бақыт па? Бақыт. Егер денсаулығың болмаса не olur? Сіз бақытсыз Бақытсыз боласың, көңілсіз боласың, иә? Жақсы. Мектеппен байланысты сұрайсың. Олжасбек? Бақыт деген ол біздің мектебіміз. Мектептегі достарым аз, ұстаздарым аз. Мектепте оқымайтын балалар бар ма? Қай кезде оқымайды мектепте? Ауырып қалғанда оқымайды. Тағы да? Тіпті мектебі жоқ ел бар ма? Бар ғой, ол қандай ел? Соғыс болып жатқан дұрыс айтасың. Ол сонда біздің осындай алтын ұяда мектепте отыруымыз, қасымызда достарымыздың болуы, оның бәрі де не екен? Бақыт екен. Отпа? Ал отбасын қалай айтасың? Отбасындағы бақыт. Айтыңдар. Достарыңызды айтыңдар ма? Жақсы. Өте жақсы. Қошемет көрсетеміз бірінші топқа. Аяқтарың ба? Ал, аштай береміз. Бәрі қолындарыңыз. отбасында қандай құндылық болу керек? Ол сөзсіз. Секундына мына жағына жаза берсеш, артқа келіп бара. Или ана басқалай жаза берсеш, мына жағына бүйтіп айналдырып жаза бер.
бойымызға құю арқылы, еңбектену арқылы біз не істей аламыз? Бақытты бола аламыз. Қазір енді топтық жұмыс аламыз. Топтық жұмыс аламыз. Алдаңда көздері бар, соны аша қойыңдар. Бірінші топ енді сіздер тапсырманы тыңдап аласыз. Бірінші өте жақсы тағы. Бақыт туралы біліңіз. Жалпы бақыт деген ұғым сіздерге не береді? Сіз үшін бақыт деген не өзі? Денсаулық өте жақсы. Өзіңіздің топтарыңыздың аттарыңызды біліп жатырсыздар. Енді қайсы? Қоя қойыңыздар. Мынаны дұрыс қоя қойыңыздар. Оның денсаулығын айтып сөйлесейші бұл жерде. Алланың өмірінде қандай қиындық болды? Алланың өмірінде ол сал ауруына оның өмірінде сал ауру пайда болып, сондықтан оны аяғы дұрыс жасамаған, бірақ ол сау адамдардан өзін кем санамаған. Алланың әкесінің соңғы сөзінде қандай мән бар? Алланың әкесінің соңғы сөзінде өзінің баласын ренжіткісі келмей, баласына қуанды,